Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгін біздің хабарымыздың қонағы Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі, Дана Қаз журналының редакторы, әлеуметтік желідегі белсенді блогер Нұрлан Садыр ағамыз. Қош келдіңіз. Рахмет. Бүгін сізбен рухани жаңғыру тақырыбында пікірлесейік деп едік, сіздің ойыңызды білейік деп едік. Жалпы осы рухани жаңғыру бағдарламасын басталғанына да біраз жыл болды. Содан бері біраз шара атқарылды. Түрлі баға беріледі, түрлі пікірлер айтылып жатыр. Сіздің ойыңыз қандай? Өзіңіз жалпы қандай нәтижеге өтедіңіз осы бағдарламадан? Жалпы мен өзім көптеген мәселелерге сыни көзқарасты адаммын ғой. Сол үшін де мемлекеттің көптеген бағдарламаларына көңілінен шығатындар, шықпайтыны бар. Соны ашық көңілінен шығатын шығады деп, шықпайды деп айтып жүрген адаммын. Осы рухани жаңғыруға келетін болсақ, бұл маған әуел бастан ұнаған бағдарлама. Бұл бағдарлама тіпті біздің экономикалық тағы да басқа жаңғыру бағдарламалар болды ғой, 2030 одан бұрын әртүрлі. Солармен бірге немесе бұрынырақ қабылдану керек деп ойлаймын. Енді мына бұрынғы ерте замандағы патшаларда, хандарда қастарына бақсы балгер ұстайды. Біздің президент туралы да сондай әңгімелер бар, қасында мысалы маг бар, астролог бар, тағы басқа дейді. Мен кейде ойлаймын, соның бәрі кездейсоқ емес, рас әңгіме де болуы мүмкін деп. Себебі мына 2017 жылы қабылданды ғой. 17 жылы 7 деген цифрды қаралып тұр, сосын 12 сәуір күні. Осы рухани жаңғыру болашаққа бағдарлама 12 сәуір күні қабылданды. 12 сәуір өзіміз білеміз, ол ғарыш күні. Өзім бір жағынан мысалы сол күні қабылданғанын жақсы ырымға бағалаймын. Ол кездейсоқ қабылданбаған сол күні. Енді қазақтың осы бір рухы ғарыштап өсетін, соған үміттеніп солай қабылдадық. Енді үміт ақталмай айтуға керек, оған енді деп айтуға ерте деп ойлаймын. Қазір мысалы бір жартылай ақталды. Себебі ол мына бағдарлама жарым-жарты жүрген жағдайдың өзінде де қазақтың рухын, оның тарихын, шежіресін, оған деген назарды, оған деген бір адамдардың күш-жігерін бір белеске көтеріп тастады. Шыны керек, біз кіші одан көбірек күттік, және соңғы кезде алаңдататыны басында жақсы басталды, оған бүкіл әкімдер жауапты болды, қайта шаралар бірінен соң бір жүріп жатырды, ішінде өтірігі бар, шыны бар. Бірақ сол шыны бардың өзі бізге жететін еді. Бірақ соңғы кезде байқаймын, соңғы 1-2 жылма бағдарлама кішкене саябырсып қалды. Температурасы кеміп кетті. Мен кейде өзім ойлаймын, бұл бағдарлама ол Назарбаевтың бағдарламасы емес, бұл Тоқаевтың бағдарламасы емес, бұл мемлекеттік бағдарлама. Президенттер, елбасылар келеді, кетеді. Бұл рухани жағдайдың бағдарламасы, ол қалай аталсын, басқаша атаумен жүре ме? Халықтың қызмет ету керек. Ол жүру керек, ол мына 3 жылдық, 5 жылдық емес, бұл дейтін айтқанда мемлекеттік концепция, идеология ретінде. Қазір біздің идеологиямыз әлі өкінішке қарай ұлттық идеологиямыз толық қалыптасып болған жоқ. Сол кезде бізде бары әзірше жоқтан жақсы нәрсеміз ол рухани жаңғыру бағдарламасы. Сондықтан ол президент кетсін, кетпесін, басқа президент келсін, келмесін, бұл бағдарлама жүре керек. Бірақ соңғы кезде бұның мынағыдай бір қарқыны кеміп қалды. Ол тек қана қазір әр облыста рухани жаңғыру бағдарламасы офистері бар. Бізде бір қуантарлық офиске жақында Айгүл Туркина деген азаматша келді. Бұл енді мен айтпаймын, бір керемет қазақ тілінде сайрап тұрған деп, бірақ мен өзім бір-екі сұхбаттасқанда бір нақты ортада, нақты істе көргенім, онда бұл кісіде ықылас бар. Бұл сол қуантарлығы сол. Себебі кейде қазақ тілінде сайрап тұрып, бірақ жағына жүрегі қазақ болмаса, ондай кісіден де көріп жүрміз. Сондықтан мен Айгүл ханымнан үлкен үміт күтемін. Қазір ол кісінде бір үлкен талпыныс бар. Және ол тек қана бір рухани жаңғыру офисіне онда айналдырған бір 3-ме, 4-ме, 5-ме кадрдың мойнына іліп қоюға болмайды. Оған біз баршамыз көмектесуге тиіспіз дейді. Мен өзім бір жақын араласып жүрген Ауыл партиясы деген партия бар. Соның жақта БХО филиалының төрағасы Мұратбек Анесов деген кісі. Осы бір 2-3 күн бұрын, 1-2 күн бұрын сөйлескен кезде сол манағы Айгүл ханымға барып сөйлестік. Сонда айтып жатыр Ауыл партиясы. Біз осы өзіміз Ауыл партиясымыз рухани жаңғырудың көптеген бөлігі ауылда өтеді. Ауыл арқылы жүзеге асады. Оның ішінде ауыл ел бесігі деген бөлімі бар. Сондықтан осыған алсайық деп көмектесіп барып жатыр Мұратбек ағамыз. Соның ішінде мен де соған қасына бір кейбір шараларына, кейбір бөлімдеріне, көп бөлім тұрады ғой. Соған себедейтін ол жақсы не бағдарлама жаман деп немесе дұрыс жүрмей жатыр деп құр сынап қоймай,
соған әрқайсысын қадірімізше үлес қосқан дұрыс деп ойлаймын. Мысалы сіздер осыған арнайы бағдарлама арнап қосып жатсыздар, ол да үлкен үлес. Мысалы мен басқа жағынан барып үлес қосып сөйтсек, ол әкімге немесе мемлекетке, президентке, жекелеген кісілерге емес, ол бізге керек бағдарлама. Сондықтан өз басым осы бағдарламаға бұйырса сан саланың өкілдері өзі әлі әркім өзіне әлі қадірінше үлес қосып отыру керек деп ойлаймын. Сіз кезінде Хадиша театрында еңбек еттіңіз, қазір де ол саладан жырақтап кеткен жоқсыз, білуімше облыстық халық шығармашылық орталығында жұмыс істейсіз. Жалпы қазір өңіріміздегі өнер ордаларының аяқ алысы қалай? Оларда рухани жаңғыру науқан болмаса, бірақ жаңару, өзгеру жүріп жатыр ма? Қандай баға бересіз? Мен өзім ойлаймын, қанағаттанарлық деген баға беремін деп. Мен театрда 5 жыл істеп кеттім, әдебиет бөлімі меңгерушісі ретінде. Қазір театрдан көп алыс қойған жоқпын, себебі мына облыс әкімдігінің жанынан театр бойынша көркемдік кеңес құрылды. Сол көркемдік кеңестің мүшесімін. Ол жұмыстың кеңестің тек қана бір ғана отырысы болды. Сондықтан енді театр маусымы енді басталып жатыр бұйырса, Томирис деген спектакльмен, премьерамен. Сондықтан мен театрдан үміт күтемін. Қазір театрға ең қиын кезең, ондай қиын кезең бұрын соңды болған жоқ. Неге? Себебі жастар, балалар неше түрлі ютубтан бір минуттың ішінде неше түрлі оқиғаларды көріп алатын. Қазір 2 минуттан, 3 минуттан асатын нәрсені көрмейді. 2-3 минутты ауыр көптеп көреді. Олар мына тик-ток, ютубты емес, басқасы емес, тик-ток деген шықты. Бір санаулы секундтың ішінде бір көріністі тарыстырып көрсетіп тастайтын. Бір бүкіл оқиғаны соның ішіне сыйғызып жібереді. Театрдың шығармаларын білеміз, жоқ дегенде 40 минут, әрі кеткен сағат жарым. Соның бәрін көріп шығу үшін, сол арқылы қызықтыру үшін театрға талап күшейеді. Талап күшейгеннен кейін манағыдай басқа да әртүрлі өнімдер бар театрдан басқа. Солармен бәсекеге шыдау үшін театрға өздерінің ішінен бір үлкен жігер керек. Және ол мемлекеттің тарапынан да көмек керек. Себебі қанша деген ол мемлекеттік идеологияның бір бөлігі. Мен сезіп тұр айтқан жоқпын, біздің театр ол мемлекеттік идеология, ұлтқа қызмет қылу керек. Осы тұрғыдан алғанда мына театрға өзім ойлаймын, жұмысына бір кедергінің бірі репертуар мәселесі. Ол театрдың кінәсі емес, себебі совет заманындағы жазудың бәрі ол советтік идеологиямен. Қанша жерден мықты шығарма болса да, оның бәрі ішіне амал жоқ кезінде шығу үшін, жарық көру үшін советтік идеологияның элементтерін кіргізді. Мысалы Абай жолында Мұхтар Әуезов амал жоқ Құнанбайды жарқылып көрсетті ғой. Бір кез келген шығармаға сондай бір құмалақты тықты да отырды. Сол тұрғыдан алғанда совет үкіметіндегі драматургиялықтар етіп болмайды, бізге жарамайды театрға, азық болуға. Ал тәуелсіздік кезде өткір бір халыққа жағатын манағыдай тіпті әлеуметтік желімен, ондағы дүниелермен бәсекелес бола алатындай дүниелер санаулы. Сондықтан ойлаймын, бір ынталандыру керек драматургтерді. Керек пе, соған арнап қазақтың рухын көтеретін нәрсе керек емес, шын мәнінде рухты көтеретін оқиғалар, қазіргі заманның батырларын шығару керек. Театр дамып отыру керек, соның репертуардан басқасы да қыруар мәселесі бар ғой. Бір мәселе, ол театрда андай талап қоятын болсақ, мықты талап, оған тиісінше жалақылары да тиісінше болу керек. Мен өзім істеп кеткен шамамен білемін, қазір 100 мыңға театрдың қызметкерлерінің жалақысы 7-7,5, 100 мыңның ар жақ бер жағы. Айтқанда қазіргі жағдайда, қазіргі инфляция жағдайында, биылғы инфляция жағдайында бұл ұят нәрсе. Егер актердің ойында кредитімді қалай төлеймін, қазір театрдан шыққаннан кейін таксиді қаншаға жалдаймын деген ой тұратын болса, ол ешқашан ол Махамбетті немесе Гамлетті ол ойнай алмайды. Алаңсыз шығармашылық айналысқан жағдай болу. Мемлекеттік салыстырма түрде алған кезде мұғалімге, дәрігерге салыстырма түрде алған жағдай жасап отыр, жалақыларын көтеріп. Сол жағынан қарайтын болсақ, призмамен мәдениет қызметкерлерінің жағдайы жағынан алғанда төмендеу. Мен өзім қазір театрдан кеттім, бірақ мәдениет саласынан алыстаған жоқпын. Өзімнің қамды беріп отқан жоқпын. Жалпы айтамын. Мәдениет дейтін ол манағы білімнен де, медицинаны да кемсітпеу керек. Ол да бір ұлы майданның біреуі. Соған да алаңсыз жұмыс жасау үшін талақысы тиісінше болу керек деп ойлаймын. Сізді Телегей қоғамдық бірлестігінің жетекшісі ретінде білеміз. Осы қоғамдық бірлестікте өткенді жаңғырту мақсатында үлкен іргелістердің басқасында жүрді. Мысалы, бір ғана Дәдем атаның басында түрлі кездесу кештерін ұйымдастырдыңыз. Оның өзі де былай қарасаңыз, халықтың бір өткен ұмытып бара жатқан қазіргі ұрпақтың санасына бір сілкініс, серпіліс жасау мақсатында жасалған сияқты. Телегей қоғамдық бірлестігінің құрылғанына 5 жылдай болып қалды. 5 жыл жұмыс жасадым.
қазір мен сол жұмысты жастарға беру жағын ойлап жүрмін. Себебі мен мойныма өте көп міндеттерді алып қойдым, басқа мысалы кітап жазып жатырмыз деген сияқты. Енді телеге қоғамдық бірлестігінің өзің айтып отырсыз, Дәдем атада көптеген шараларға қатысты. Енді Дәдем ата біздің облысымызда, республикамыздағы 100 киелі орынның қатарына кіретін киелі орын, халықтың бәрі мойындаған. Оған мен атсалыспастан аяқта ол киелі орын ретінде белгілі. Оған бірақ көбінесе бұрынғы аудиториясы тәу етушілер. Ата-ана аруағына келеді, оның бұлағынан су ішеді, соның өзі негізі үлкен медет. Бірақ мен ойладым, осындай келіп жатқан потенциал адамдар келіп жатыр, жақсы адамдар келіп жатыр, шетелдің қазақтар келіп жатыр. Неге бұның кішкене бір мән мағынасын, оның форматын байытпасқа деп. Сосын менің ұсынысым қолдау тауып, ең алғаш жүргізген шарамыздың біреуі президенттің жарлығымен бекіткен 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Оның қабылданғанына 20 шақты жыл болып қалды, бірақ көбінесе сол күні барып бір жерге барып гүл шоғын қояды, сонымен Аллах акбар, сонымен шаруа бітеді. Сондықтан біздер ойладық, жыл сайын басында ас беретін болдық. Енді ас мәселесін Ғариф Аға жақтан шебері. Сол асқа қатар сол қуғын-сүргін құрбандарына құран бағышталып, және сол тақырыпта жыл сайын баяндамалар оқылып, жаңа тың деректер, мына жақта алашашылық қатты болған кезінде кәмпеске болды, репрессия болды, санаулы атылған әйел адамдар, соның біреуі біздің Батыс Қазақстан алаш қозғалысынан болды. Соған бастап, осы 2014-15 пе 6-7 жыл болып қалды. Осындай мысалы тоқтамастан ашаршылық құрбандарына, репрессияның құрбандарына Дәдем атада ас беріліп жатыр. Сол мысалы бір солай шараларына мен мысалы мұрындық болып, сол сияқты мысалы біздің жақта басталып, артынан қазір бүкіл республика мойындап жатқан көрісу күні. Ол да Дәдем атада болады. Және бұл ешқандай рудың бір жеке батырына емес, жеке кісісіне емес, мынағы ру тайпалық бөлініспен, жерлестікпен емес, бұл жалпы ұлттық. Бұған басқа облыстан келеді, көрші республика, көрші Ресейдің облыстарынан келеді. Бұл жалпы ұлтты ас, мақтанышпен айтуға болады, бірден бір деп айтуға болады. Осылай көрісу күнін бастырып жатқан Дәдем атадағы репрессия құрбандарын, сол сияқты 16 желтоқсан. Бұл тек қана мемлекеттік ресми мейрам емес, ол біздің де қуанышымыз, тәуелсіздік биыл 30 жылдық болып жатыр. Осы шараны Дәдем атада жыл сайын карантин кезінде бір жыл тоқтап қалған шығар мүмкін, жыл сайын сол ас беріліп жатыр. Мына көрісу күні былтырғы карантинде де, биылғы карантинде де шағын адам шектеген түрде бәрі өтті, тоқтаған жоқ көрісу күні. Бұны да біз жақсылыққа балап отырмыз. Енді жасыл аймаққа кіріп жатыр, ары қарай осымен ары қарай сарыға, қызылға кірмес екен деп ойлаймыз. Бұл тек қана телегеден атсалысып жатқан бірнеше шарасы ғана, одан басқа да шаралар бар. Бірақ осы біздің бағытымыз сол мына рухани жаңғыруға келеді. Жалпы енді рухани жалпы жаңғыру деген сөздің өзі жаңару, өткенді қайтадан бір еске салу деген мағынада. Енді арғы ата-бабаларымызды қозғамағанның өзінде сіздің осы 2 жыл төңірегінен шыққан Оралбек Батыр туралы кітабыңыз, кезінде елім деп еңіреген үлкен азамат болған, үлкен жүректі. Оның әрбір әрекетінің өзі бізге бір аңыз әңгіме сияқты жетті. Осы бір естеліктердің басын жинап, қосып, құрастырып, үлкен бір кітап шығардыңыз. Енді ойлап қарасақ, Оралбек ағамыз сол кезде 35 жаста болған небәрі. Қазір 35 жаста болмай қалды. 35-ке толған. Енді 35 жастағыларға қазір өзіңіздің көңіліңіз тола ма? Ол кісілердің деңгейімен салыстырғанда қазіргілердің? Жоқ, ол жалпы менің емес, осы талай мыңжылдықтар бойына, жүзжылдықтар бойына аға ұрпақтың көңілі төмен буынға өмір толып келген емес. Оны бұрын папируста қамысқа жазған сөздер бар, тасқа жазған сөздер бар. Бірақ өзім ойлаймын, әр ұрпақ өзіне бір сай бір жүкпен тап келеді. Мысалы, біздің кезімізде өзіміз түскен салмақтар бар, 90-шы жылдардың қиындығын тап келдік, 35 жасымызда, 30 жастарымызда. Қазір ұрпақ керісінше басқа әртүрлі, мысалы дейтін, біз мысалы андай ауыр видеоларды көріп, суицид, эмо дегенге мысалы ықпалға ұшыраған жоқпыз. Неше түрлі мысалы қазіргідей біздің кезімізде ондай бәсеке болған жоқ. Қазір мысалы жастар дейтін бір-біріне қарайтын, неге жүр, андай сотқа ұстаған ұят, мындай сотқа ұстау керек деген сияқты. Бізге сондай қиыншылықтар бізге бетпе-бет келген жоқпыз. Олар біздің көрген қиыншылығымызды көрген жоқ. Олар біздің көрген қиыншылығымызды көрген жоқ. Сондықтан біз ойлаймын, оларды сынағаннан гөрі өзімізде жақсы не нәрсе бар, өзімізге соларды оларға беріп, олардан кейбір нәрселерді алып, мысалы біз жастар бізге қарағанда, қазір біздің мен жасым қазір 50-де, мына сіз айтқан 35 жастағылар бізге көптеген мәселелерден, кейбір мәселелерден алды. Мысалы мына техниканы, әлеуметтік желіні, мынағы неше түрлі компьютер тағы басқаны игеруді бізден алды. Соны және өзінің жұмыстарында шебер қолданады. Біз солардан алуға, бірақ кейбір мәселелер жағынан біз әжептәуір тәжірибеміз бар. Сондықтан мына жерде біреуге бір көңіл толмау емес, оларға біздің тәжірибемізді беру, олардың бізге
ақыл жастан дейді ғой, олардан алып өзім ойлаймын ұрпақтар сабақтастығы деген болу керек деп. Себебі олай дейтін болсақ, бізге көңіл толмауға аға ұрпақтың олардың да бір мәселелері бар, бірақ олар біздің көрген кейбір нәрселеріміз олар көрген жоқ. Сондықтан бұл жерде бір реніш, бір жамандау тағы басқадан гөрі бір-бірімізден бір нәрсе алып, бірімізге беріп, үлгеріп қалуымыз керек. Мен сол тұрғыдан келемін. Енді біз Оралбек шынында да үлгі тұтарлық жағдай, қазіргі заманның батыры. Үлгі тұтарлық ол тек қана күрес жағынан, спорт жағынан емес. Оралбектеріміз қарап тұрсаңыздар, мындай бір республиканың да үлкен чемпионаттары емес, ол дейтін облыста жеңіп жүрген ғой. Бірақ оның тұлғалық бейнесі спортшы ретінде емес, ол бір шынында да тұлға болды. Азаматтар ретінде. Көптеген оны айтсақ ұзаққа кетеміз, кітапты оқыса, біраз нәрсе ол тұлға. Сізді жалпы журналистік жазушылығыңызбен қатар әлеуметтік желіде белсенді қолданушы ретінде жақсы ойлаймыз. Бұл ретте сіздің қоғамдағы әрбір оқиғаға, әрбір жаңалыққа, бір елді елең еткен үлес қосып отыратын бір шымшымаларыңыз бар. Сіздің 2-ақ жолдан тұрады, бірақ соның 2-ақ жол болғанмен де үлкен бір астар, үлкен бір бағына сыйғызып жібересіз. Жалпы әрбір оқиғаны қалай не түрткі осындай шымшымалар жазуға? Айту қиын, шыны керек. Бірінші әлеуметтік желі бастаған кезде мен мысалы мемлекеттік қызметте болдым. Мемлекеттік қызметте белгілі ғой, егер соның бір нәрсе жазсаң, өзің таяқ жейтін оған білесің, өзің жауап бересің, не үшін жауап бергені. Бірақ адамның бастығы бар. Сол бастығыңды қысып тастауы мүмкін, соған зиян тиюі мүмкін. Сосын бір астарлар жазу керек болды, бір-екі ауыз сөзбен. Ол жазып не жатқаны түсінікті, жұртқа да түсінікті, бірақ кісінің есімі аталмайды, тағы басқа. Одан кейін мен мемлекеттік қызметтен кеттім. Өзіме ешқандай бастығым жоқ, ондай үлкен мысалы мемлекеттік қызметтегі шектеу жоқ, ешкімге тәуелді емеспін. Ылғи олай жаза бермеймін мен мысалы бірақ көбінесе сіз айтқандай кейде адамның бір ашуын келетін, заң келетін мәселелер болады, соны бірақ бір еуро бермесең, қара түнек болып кетуі мүмкін. Фейсбукта қазір кішкене бір агрессия басым, пессимизм басым, солай болмас үшін бір сол азап сейілтуге деп көбінесе әзілмен беруге тырысамын. Кейде әзіл емес мәселенің өзін солай беруге тырысамын. Мысалы кеше ғана Оралдың мына ремзавод жақта жүргенде біресе тарс ете қалды. Жұрттан сұрап жатырық, ешкім ештеңе білмейді. Артынан мен рас па өтірік пе бір шиестің бір мәлімдемесі жүр. Ешқандай ештеңе болған жоқ деген сияқты. Біз енді айтқанда слуховая галлюцинация деген болады. Оны бір кісі естіп қалып сондай болып қалуы мүмкін. Бірақ енді бұл жерде бір кісі емес, 1000 кісі естіп тұрған нәрсені үкімет көз жұмбайлықпен қарауы ұят нәрсе негізінде. Бұл расын айту керек. Үндемей қалу керек, манағыдай ештеңе болған жоқ деп айтуы, бұл айтқанда мемлекеттік қызметке кір келтіреді бұл деген. Сондықтан мен бір диалог жазып жібердім. Алло, бұл кім екен дегенде, еститін үкімет деген. Еститін үкімет емес, бұл ұятқа келтіреді, естімейтін үкімет. Бұл енді бір ғана мысал ғой айтатқан. Сондықтан осындай жағдайлардан туындайды, кейдегі бір іштегі ренішті, тағы басқаны сол бір маңдайына тас етіп қалмай, бұл не масқара деп айтпай-ақ, бір қазақтың сондай бір бұрыннан бір шеберлігі ғой, бұрыннан орыстың КВН тағы басқасын көріп шебер сөздер шығып жатады, сол таңғалып отырады едік. Қазақтан не осылай істемейміз деп, сосын артынан өзім ойлаймын. Қазір кейде бір еліктейтін кісілер пайда болды, өзім ойлаймын, жақсы тарай берсін. Сондықтан өз ойымды осындай бір маңдайдан ұрмай, бірақ осылай жеңіл әзілмен, астарлы оймен беріп отыруға тырысамын. Нәтиже беріп жатырмын, көреміз одан. Осы шымшымаларыңызды жинақ қылып шығару ойыңызда жоқ па? Мен 50 жасқа осы биыл толған кезде жинақтап қойдым. Сосын бір қаржы мәселелерімен сосын тоқтап қалды. Сосын бір жағынан ойлаймын, мен ертең шығарғаннан кейін оған бір кішкене бір 30 жасау керек болады, бірақ 30-қа тыйым салып біз заңға бағынатын адамбыз ғой. Еліміз жасыл аймаққа кіріп жатыр, осыдан кейін мүмкін сарыға, қызылға кірмес деп ойлаймын. Сондықтан мына қаржы мәселесі шешілсе, сосын шығып жатса, жағдай болатын болса, бір шағын болсын, үлкен болсын, ортада кітап міне қазір тұр, ішіндегі бәрі өлмағанмен бір санаулыларын кіргізіп қойдым. Сәттілік. Қазір енді ұлттық рух, ұлттық мүдде, ұлттық код туралы көп әңгіме айтылады, биік мінбелерден айтылады. Жалпы осы сөздердің жиі айтылуы өзіңіз қалай құптайсыз ба? Әлде жиі айтылғаннан кейін ол сөздің бір дәмі, мағынасы кетіп қалмай ма? Сондай қорқыныш жоқ па? Өзім ойлаймын, мәселе бұны жиі немесе сирек айтылуында емес, мәселе соны айтатын кісінің сол сөзі лайық па, лайық еместігінде. Кейде мысалы мен өткен бұрын айтатын, біз үйреніп қалдық 60-70 жастағы молдаларды көріп. Кейде мысалы 40-та болса, несі әрін 35-те, кейде 20 жастағы жаңа бітіріп келген бала келіп уағыз тұрып отқан кезде мысалы қабылдай алмайсың. Себебі оны көрген жоқ көп нәрсені айтатындай. Мысалы 40-та болса оған әңгіме жоқ, жасы келген. Сол сияқты кейде мысалы жап-жас қыздар әлі тұрмыс құрмаған, тұрмыс құрса да әлі баласы жоқ. Сол атта отбасылық құндылық, тағы басқа сол туралы айтып отырады.
ол енді керемет сөздер, ішінде міні жоқ, мына молданың да, мына айтып жатқан қыз баланың да, келіншектің де, бірақ олай өткен жоқ қол дейтін. Үш бала тапқан жоқ, 5 бала тапқан жоқ, қандай ұрыс болатынын күйеуімен кейде көрген жоқ, сыяқ шылдырайтынын көрген жоқ, сөйтіп алып ақыл айтуға. Сондықтан манағыдай ұлттық құндылық деп мына олар жас нешеде болса да соған еңбегі сіңген, соған бір өз қосып жүрген, айтары бар азамат айтса үйлесіп тұрады. Манағыдай оған сай емес. Айтады, ханның сөзінің қарызы дейді, бірақ сөздің уәлі жоқ дейді, сөздің аузында. Сондықтан өзім ойлаймын, бұл сөздер айтылған жақсы, ол керемет, бірақ ол айтқан кезде дуал ауыздан шығу керек. Мен мәселе сонда да ойлаймын. Өтінішімізді қабыл алып, хабарыңызға қонақ болуға келіскеніңізге көп рахмет. Ісіңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі хабарымыз осымен тәмам. Эфирде кездескенше.